Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай дайындалатын йогуртовый пирог дайындайтын боламыз. Қазіргі таңда сатылымда жүрген пирогтардың бірі. Мен сіздерге тегін мастер-класс ретінде ұсынып жатырмын. Сол себепті видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз, бір жұмыртқамызды. Одан соң үстіне өлшеп алған қантымызды қосамыз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, барлығын жақсылап шаншқымен араластырып аламыз. Майымыз ерігенге дейін. Осы қосып жатқан құрамының барлығын сіздер таразының көмегімен өлшеп салатын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде дәл менікіндей пирог дайын болып шығады. Одан соң үстіне ұнымызды қосатын боламыз. Және де бір шай қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Дәл осы құрамына қосылып жатқан заттардың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Сонда сіздердің тесталарыңыз, яғни қамырларыңыз жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Неге көргендеріңізде қолға жабыспайтын осындай бір тегіс қамыр пайда болады. Егер де сіздер тоңазытқыштан алып майды салатын болсаңыздар, сіздердің тесталарыңыз қатты болып шығады. Міне сіздердің тесталарыңыз видеода көргенде өте жұмсақ болуы қажет. Сонда пирогтарыңыз жұп-жұмсақ болып ауызда еритін болады. Енді осы дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Оғанға дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына 20%-ық қаймақты қосамыз. Одан соң үстіне мен дүкендегі живой йогурт деп айтылатын фудмастердің йогуртын пайдаландым. Шие түрін пайдаландым. Дәл осы йогурттың 4 данасын қостым. 4 данасын қосу міндетті, себебі бұл йогуртовый пирог болғандықтан йогурты көптеу болуы қажет. Одан соң үстіне 3 желания молочные сгущенки, яғни сүтті сгущенкамызды қосамыз. Осындай бізде бұл сапалы сгущенкалардың бірі. Одан соң үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз және бір үлкен ас қасықпен, яғни кукурузный крахмал қосамыз, жүгері крахмалын. Енді барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай түйіршік қалып қалмауы қажет. Блендермен ештеңе араласудың қажет жоқ. Тек қана осындай бұлғауышпен араластырсаңыздар жеткілікті. Енді менің формамның диаметрі 24 см. Қамырымызды жақсылап орналастырып алғаннан кейін үстіне дайын болған салмамызды қойып, шет жағындағы бортикелерін басып жібереміз. Сонда піскен кезде өте әдемі болып піседі. 180 градуста шетіндегі бортикалар қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Және формадан бірден шешіп алмаймыз, қыздар. Міндетті түрде біздің пирогымыз суы қажет. Содан соң барып, бірақ формадан аламыз. Ыстық күйінде бірден формадан шешетін болсаңыз, ортасындағы салмалары ашылып кететін болады. Сол себепті 1 сағаттай суытып, 1 сағат тоңазытқышта ұстап, бірақ кессеңіз, сонда сіздің пирогыңыз өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.